мен жаман әрекеттерді ажырата білеміз. Абайдың сөздерін тыңдап, мағынасын түсініп талпынамыз. Өз ойларымызды айтып үйренеді екенбіз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Енді барлығымыз орнымыздан тұрамыз, егер тұрамыз. Қуанасың сенде, қуанасың достарым, Енді балалар, мына суретте тұрған кісі кім? Жан? Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев екен, отыра ғой. Абай Құнанбаев артық ғылым кітапты ермей оқып көруге. Абай Құнанбаев не деп айтқан? Кітап оқыңыздар деген екен, е? Жақсы. Енді беріп тыңдаймыз. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол. Талап, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпа. Бес дұшпаның осылар. Қараймыз балалар. Мына жерде балалар қараңдар, суреттер шашылып жатыр. Көрдіңдер ма? Осы суреттің ішінен бір суретті таңдап алып, не себепті оны таңдадың? Неге жабыстырамыз? Сол туралы айтып барып жабыстырасыңдар. Түсінікті ма? Ал Ару, сен қандай суретті таңдадың? Мен дәптер. Дәптердің суретін таңдадың, аха. Дәптер енді Абай атаның сандығына кіргіземіз ба? Иә. Не себепті кіргіземіз? Біз оның үстіне жазу жазамыз. Дұрыс айтасың. Кітаптағы жазуларымызды дәптерге жазады екенбіз, е? Жабыстыра ғой. Інжу, сен қандай сурет таңдадың? Мен даланы сыпыратын сурет. Иә. Енді оны Абай атаның сандығына кіргіземіз ба? Иә. Не істеп жатыр о жерде адамдардың барлығы? Адамның бәрі сыпырып жатыр. Еңбектеніп жатыр, иә? Жарайсың, жабыстыра ғой. Сумая? Мен кітаптарды. Иә. Біз оқимыз. Оқытан біз білім аламыз. Оны жабыстырамыз ба Абай атаның қоржынына? Бұл топтық жұмыста қазір мен сіздерге тапсырма таратып беремін. Сол тапсырманы оқисыңдар, естіңдер, ауызша. Енді бері қарадым, топтық жұмыс орындаған кезде қалай орындаймыз? Не сақтаймыз? Топтармен. Не сақтаймыз бірінші? Тыныштық, тәртіп сақтаймыз. Бір-бірімізді тыңдап үйренеміз, е балалар? Ақылдасыңдар, оқыңдар тапсырмасын жақсылап. Абай. Ал үш топтан балалар бір-бір оқышы шықты. Нұрислам бастайды. Бұл дұрыс. Абай кітап оқуға келмейді деді. Ойнап жүргім келеді деді. Ол дұрыс емес. Бұл жақта кітап оқу керек. Ойнап жүруге болмайды. Әйтпесе біз білім алмаймыз. Жарайсың. Айлин, екінші топ. Абай атамыз кітап оқу деп айтты. Дұрыс. Анда жерде қай сурет тұрыс екен? Кітап? Иә, кітап оқып отқан дұрыс екен, е? Жарайсың. Көзайым. Абай ата жаман әдет жалқаулық еді. Сен неге жалқау болуың керек? Жалқау болсаң, еріншек боласың. Білімсіз боласың, ақылсыз боласың. Жақсы оқушы қандай болу керек? Жақсы оқушы білімді, ақылды, тәртіпті болу керек. Жарайсыңдар балалар. Тамаша, шапалақ ұрып қойыңыз. Өте жақсы жауап. Жеке жұмыс деп аталады. Бұл жеке жұмыста әрқайсыңа мен мына суреттерді беремін. Бұл суретте не істейсіңдер? Мына суретті мына сөздермен сәйкестендіреміз. Яғни талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Осы 5 нәрсені мына суреттермен байланыстырасыңдар. Түсіндіңдер ме?
Балалар, келесі тапсырма сергіту сәті. Мына тақтада Абай атамыздың өлеңі тұр. Сол өлеңге қимылды сәйкестендіріп, сергіту сәтін жасаймыз. Баста. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Сахналық қойылым. Бірінші топтан бір адам, екінші топтан бір адам, үшінші топтан бір адам шығамыз. Біреуі ұйықтап жатыр, біреуі кітап оқып жатыр, біреуі доп ойнап жатыр. Сонда Абай атамыз келіп, балаларға уақытты босқа өткізгенде кітап оқыңдар. Ал Еркежан, не жазыңдар сендер талапқа? Кел ғой, тақтаға жабыстырамыз. Талаптың жаңа жабыстырамыз. Жаңа нәрсені үйрену. Жарайсыңдар, шапалақ ұрып қоямыз. Еңбекке жалғас сендер топтар не жазды? Не деп жаздық? Кел ғой. Келіп жабыстырамыз тақтаға. Еңбектің тұсына жабыстырамыз. Жабыстыра ғой. Міне магнит ала ғой. Жабыстыр еңбекке. Жарайсың. Шапалақ ұрып қойық жалғасқа. Терең ойға не жаздыңдар? Не деп жаздыңдар? Кім? Аяла? Дұрыс айтасың, Абу. Жабыстыра ғой. Абу, ойланып шешім қабылдау. Жабыстыра ғой магнитпен. Терең ойдың тұсына жабыстыр. Келесі қанағат. Қанағатты топтарында не деп жаздыңдар? Жабыстырамыз қанағатқа. Жарайсың. Шапалақ ұрып қойықшы. Келесі рақым. Рақымға кім жазды? Інжу. Жарайсыңдар. Келе. Сонымен балалар барлығымыз тамаша орындадық. Шапалақ ұрып қойық. Айсынбат, саған бүгін сабақта не қызық болды? Абай атаның сандығына жабыстырған қызық болды. Жарайсың. Айлен, бүгінгі сабақта саған не қызықты болды? Абай атамыз Өлеңі қызық болды ма саған? Жарайсың. Елдана, бүгінгі сабақта саған не қызық болды? Маған топта біріміз қызықты болды. Жарайсың. Бүгінгі сабақта саған не қызық өтті? Маған Асан атаның сандығы қызық өтті маған. Жарайсың.